жерден мына башталат. Ошол жерден башталат. Бул жактан эмени атабыздын эстелигин монун ичине коебуз. Бул жерде сквер болот. Бул жерге сквер болот. Ооба, сноска кетет. Ушул жерге атабыздын эстелигин коебуз. Ооба, эстелигин коюп, кичинекей чакан сквер кыла. Көрсөтөйүн ана тандаган. Кеш Петрович, мына вариантка токтодум. Осы ұнады. Кітабын ұстап отыр екен, қаламы, мына несінде келеді екен, бет әлпетіне, мына тақиясы әдемі. Осы вариантқа тоқтады. Biz hazır daha bir iki variant жасайбыз. Анда siz менен макулдашабыз. Макулдашабыз. Siz кайсы вариантка макул болуп токтосоңуз ошол вариантты жасайбыз. Жакшы. Мына Кудай кааласа ушул жолду азыр мынакей жамы бүттүк. Мына тротуарлары калды. Зеленый зонасы калды, Кудай кааласа. Бул жерде жол жок болчу. Бул жерде жол жок болчу. Тиги погрузчик турбайбы? Ошол жерге чейин жол болчу, ана жол жок болчу. Biz до конца пробивать эту açtık. Ну что? Bu şu boyda teka yemek jaka düşüp. Kengeyttіңіздер. Kengeyttik ha. Ооба. 3-cü kategoriyada жол болды, 4 калышты. Bir күннің ішінде тағы да бір екінші үлкен чоң жаңалыққа кездесіп отырмыз. Ол мынау өздеріңіз көріп тұрған бұрынғы бір шағын көше толық жөнделіп, кеңейтіліп, асфальтталып, мынау қасиетті Сүлеймен тауынан бастап қаланың екінші шетіне дейінгі үлкен чоң көшені біздің қазақтың зор ақыны биыл 180 жылдық мерекесі тойланып жатқан Абай Құнанбайұлының атына беріліп жатыр екен. Мен осы Қазақстанның Ош қаласындағы бас консул ретінде өзімнің атымнан, мемлекет басшылығының атынан, қазақ халқының атынан қала басшылығына Жеңісбек Шермановичке Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Оштың қала тұрғындарына терең ризашылығымды білдіремін. Екі еліміздің бауырластығы, достығы жалғаса берсін. Мәңгілік бейбітшілікте, татулықта өмір сүре берейік. Көп рахмет. Ош шаһарда академия judayam tarixiy voqea bo'lib o'tyapti. Mana hurmatli shahar meri Jensbek Shermatovich qarorlariga binoan mana diplomatik shahar. Bu hozir aytishdiki, Qirg'iziston tarixida birinchi marta ekan. Mana Osh shahri. Mana ko'rib turibsizlar, Osh shahri kundan kunga mana chiroy ochib, o'zgarib, yaxshi bir rivojlanib bormoqda. Endi Jensbek Shermatovichning aytganidek, mana shu tez oylarda, yillarda mana shu Osh shahri Markaziy Osiyoning eng bir rivojlangan, ko'zga ko'ringan shaharlari qatoridan o'rin oladi. Va albatta biz mana shu qo'shni mamlakatlarda, qo'shni mana bizga bo'lgan shaharda bo'layotgan o'zgarishlarni ko'rib faqat quvonamiz. Yana bir bora tabriklayman. Juda ham katta mana bugun tadbirlar bo'lib o'tmoqda. Mana shu ko'chaga mana qozoq shoiri Abay Kunanbayevning nomi berildi. Undan oldin biza 1,5 oy oldin mana Osh shahrida Alisher Navoiy haykalini ham tantanali ravishda ochdik. Albatta bu qilinayotgan ishlar ikki mamlakat o'rtasidagi mana O'zbekiston va Qirg'iziston va Qozog'iston o'rtasidagi aloqalarni yanada mustahkamlaydi. Qanchalik o'sha qo'shni mamlakatlarni, Qozoq mamlakatini, O'zbek mamlakatlaridan chiqqan insonlardan bizni shunday ko'chalarga qo'ysak, janag'i bizning do'stligimiz bundan yaqin bo'lib, bundan bir tuğanlık mamlakayız, diplomatik mamlakayız, soda ekonomik mamlakayız. Bundan da önü bekliyorum. Qancha kunda açılıp qoladi shunda? Bu Xudo qalasa ertaga nachamiz yo'q. Grup tetyaqda o'sha Abay Kunanbayev fadarız nesteliğine skver bütün yerda bir
20 күн бір ай уақыт кетеді, ал ошоны бүтүрүп бирөтүп ачабыз. дипломатиялық шарт бойынша дипломатиялық шарт Кудай кааласа эми ал биздин миссия бүттү ал жердечи. Биз ошол жерди тегерек тосуп беребиз, пландарды чегип беребиз. Анан уже булар өздөрү кылышат да, анычы биз земельный участок ажыратып беребиз болду. А то азыр буларчы мындай разброс да. Казакстан өзүнчө жана жеке менчик үйлөрдү алып арендага алышат. Өзбекстан консульствосу тоже жеке жанагындай кишилерден арендага алып отурушат. Азыр дипломатиялык шаар болсо ушу баардыгы 5 шаарчанын ичинде болот да. Ошол артыкчыл болот. Рахмат чоң.